Селем құрметті оқушы, сенімен бірге кішкентай мұғалім. Бүгін біз теңдеудің не екенін және де қандай сырлары бар екенін білетін боламыз. Олай болса, менімен бірге бол. Балалар, бізге қарапайым теңдеу берілген. Теңдеу дегеніміз мына тең белгісінің екі жағындағы санды теңестіру, яғни бірдей ету. Мына мысалымызда тең белгісінің оң жағында 12 деген сан берілген. Ал сол жағында бір әріп және де 4 саны берілген. Әріп ол белгісіз сан. Яғни осы әріптің артында бір сан тығылып тұр. Біз осы санды тауып 4-ке қосуымыз қажет. Сол кезде жауабы 12 шығуы қажет. Ал енді балалар, мына x деген әріптің артындағы санға 4-ті қосқанда 12 шығады екен. Керісінше 12-ден 4 алып тастасақ, сол тығылып тұрған санымыз шықпай ма? Дұрыс па? Қане тексеріп көрейік. Ол үшін астына x тең деп жазып аламыз да, 12-ден 4-ті азайтамыз. 12-ден 4-ті азайтса 8 болады ғой, достар. Сонда балалар, x-тің артында 8 тығылып тұр екен. Оны астына x тең 8 деп жазып қоямыз. Көрдіңдер ме балалар? Осылай белгісіз қосылғышымызды оп-оңай тауып аламыз. Ал енді тексереміз. Міне x әріпі белгілі болды. Енді осы x-тің орнына 8 деп жазамыз. Міне 8-ге 4-ті қосқанда 12-ге тең болады екен. Яғни 12 тең 12-ге. Мінекей балалар, теңдеуді осылай дұрыс етіп теңестіру қажет. Ал енді тағы да бір мысал қарастырып көрейік. y қосу 12 тең 36 теңдеуі берілген екен. Мінекей балалар, бұл жерде де y әріпінің артында бір сан тығылып тұр. Соны тауып көрейікші. Егер тығылып тұрған белгісіз қосылғышқа тығылмай тұрған 12 санын қосқанда 36 болса, онда керісінше 36-дан 12-ні азайтып тастасақ, y-тің мәнін тауып алады екенбіз. Қане азайтайық. Y тең 36 азайту 12 деп жазып аламыз. Ал енді баған түрінде азайтып алайық. Баған түрінде бірліктен бірлікті, ондықтан ондықты аламыз. 6-дан 2-ні алсақ 4 болады, ал 3-тен 1-ді азайтсақ 2 болады. Яғни жауабы 24 екен. Мінекей балалар, y тең 24 екен. Яғни y-тің артында 24 сан тығылып тұр екен. Ал енді тексерейік. 24 қосу 12 тең 36-ға. Балалар, 24-ке 12-ні қосса 36 болады ғой. Яғни 36 тең 36-ға. Міне, осыны 36 тең 36 деп астына жазып қоямыз. Міне балалар, барлық теңдеулерді осы реттікпен жазу керек. Бірінші теңдеудің берілгенін, екінші қалай табатынымызды, үшінші қай әріпте қандай сан тығылып тұрғанын, төртінші тексереміз, бесінші теңестіреміз. Мінекей балалар, бұл қарапайым теңдеудің шығару жолы. Мінекей балалар, мен сендерге теңдеуді түсінікті қылып жеткізді деген ойдамын. Егер де түсінбей қалған болсаңыздар, видеоны қайтадан көрсеңіздер болады. Егер де осы видео саған бір пайдасын тигізсе, сенен бір лайк. Егер де бұдан да қиын есептерді шығарып үйренгің келсе, каналыма жазылып кет. Менің каналымның дамуына үлес қос. Ол үшін видеоны достарыңмен бөліс. Ал келесі видеомда қарапайым теңдеуді үйренуді жалғастырамыз. Ал мен сенімен қазір қоштаспаймын, тек қана келесі видеомда кездескенше деймін.